Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін мен Сариева Әсеткүл көп жылдық еңбекпенен және емделумен қатар рецепттерді қатар алып жүрмін. Сіздерге үй жағдайында емделу жағдайы туралы айтқым келіп. Бүгінгі видеода сіздерге қырыққабат, яғни капустаның қасиеттері туралы, емдік қасиеттері туралы айтқым келеді. Қырыққабат дегеніміз кәдімгі капуста. Оны бәріміз білеміз деп ойлаймын. Ал капустаның құрамында С витамині, В витамині, В группасы, К, Д деген витаминдермен қатар каротин, фермент, калий тұздары, амин қышқылы, қант, май, аскорбин және тағы да адамға керекті құрамдағы заттар өте көп. Халық медицинасында қырыққабатты дене сыртындағы жарақатқа, күйікті емдеу үшін де қолданады. Тіс түбінің еттері босағанда оны жас жапырағын шайнауға болады. Тіптен мына тістің еттері ауырған кезде. Іш жүрмей қалғанда, геморрой түйіндеп қан болып кеткен жағдайда, бауыр ауруларына тұздалған капустаны тамақ ретінде пайдалану өте пайдалы. Ғалымдар 1962 жылдары қырыққабаттың құрамында асқазан жараларына шипа болатын нәрсе бар екен тапқан. Жас қырыққабаттың сөлі асқазан ауруына ішетін болатын болса, 5-10 күннен кейін аурудан айыға бастайды. Асқазанның қышқылы азайғанда, өт қалтасы қабынғанда, тоқ ішекке, жара түскенде өте пайдалы. Жас қырыққабаттың сөлін 1-2 күннен артық сақтауға болмайды. Алынған сөлді холодильникке сақтау керек болады. Сөлді тамақтан 40 минут бұрын 3 мезгіл ішу керек. Емдеу курсы 1 ай. Қырыққабаттың сөлін ауыз ойылғанда, тамақ бездері суықтап қабынғанда жылы сумен араластырып шаюға да болады. Ал енді осы рецепт өздеріңізге қажеттеріңізге жарап жатса, менен көмек алу үшін осы видеоның астындағы нөмірлерге хабарласуға, немесе сілтемеге өтіп, маған WhatsApp-қа хабарлассаңыздар болады. Әр уақытта сіздер тиісті сұрақтарыңызға жауап аласыздар.